Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің бағдарламамызда қонақта Ақбота бөбекжайының әдіскері, білікті маман Сарманова Көркем Ғапбасқызы. Көркем Ғапбасқызы, бағдарламамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер, қош көрдік. Бағдарламамызды бастамастан бұрын алдымен өзіңіз жайлы қысқа мәлімет айтып таныстырып өтсеңіз. Өзім жайлы таныстырып өтетін болса, мен Көркем отбасына 2004 жылдан бастап осы балабақшада тәрбиеші болып қызмет жасадым. Оған дейін 1991 жылы Арқалық педагогикалық училищесінде қазақ факультеттері ашылып, солында мектепке дейінгі бөлімде оқуға түстім. 10-шы сыныпты аяқтап. Содан кейін 93 жылы училищені жақсы бітіріп, Балдырған бөбекжайында жұмыс жасадым. Балдырған бөбекжайына барғанда 93 жылы жерде Мерси комбинатпен молоко заводының демеушілігімен жасалатын Балдырған садигі болғандықтан, ол жерде тек орыс топтар болды. Сол жылы 93 жылы біз ең бірінші сол жерге барып қазақ тобын аштым. Сол жерде ашқанда жаңағы барлық топтар орыста, жаңағы басшымыз ғана қазақ ұлтынан болды. 2004 жылы осы балабақша қайттан жөндеуден өткізіліп, жұмыс басталды. Соған қалалық білім бөліміне өзімнің ұсынысымды бердім. Түйіндемемді апарып тастадым. Содан кейін маған хабарласты. Мен сол арқылы осы жерге жұмысқа тұрып, содан бері осы балабақшада жұмыс қызмет атқарып келе жатқан жайым бар. Еңбек өтіліңіз өте жоғары екен, 20 жылдан асып тұр, қателеспесем. Осы еңбек жолында жасап қанша жыл жұмыс жасадыңыз? Сол кезде бір есте қалатындай бір қызықты оқиғаларыңыз, қызықты сәттеріңіз болды ма? Мен осы училищені бітіргеннен бері осы балабақша қызметінде 27 жылдан асты. Арасында баламның күтіміне үйде отырып қалдым, сондықтан да және де жаңағы осы қалам тәуелсіздігіміздің орын алуына байланысты кеңес одағының бұзылуына байланысты жаңағы көптеген балабақшалар жабылып қалды. Содан арасында сондай үзілістер болды. Енді келетін болса қызықты жағдай, жаңағы Балдырған садигіне ең бірінші келгенде жас маман, 18-де ғана жасым, бірінші топ етіп даярлықты болып орыс тобына түстім. Орыс тобына түскенде жаңағыда ауылдан келген жай қарапайым қазақтың баласы орысқа енді шорқақ болдым. Сонда даярлық тобының балалары ата-анасы, баласы да көп орысша сөйлейді. Сонда жаңа балаларға ауызекі сөйлегенде жаңағы көп орысша біле қоймаймыз ғой. Лежать, сидеть, сондай сөздерді айтып білемін. Сонда жаңа воспитатель, орыс тобының воспитательдері маған күлетін: Көркем отбасына сіз как немец, лежать, стоять, сондай сөздерді айтасыз деп. Сізге тіпті әріптестермен де жұмыс жасау қиын болған шығар ол кезде, әрине қиын өте. Ауызекі дұрыс сөйлесе алмағасын, ойындағын жеткізе алмағасын, жаңа ғана оқып отырып келген жас маманға ол өте қиын деп. Қазақ тілінде бітірдіңіз бе? Қазақ тілінде бітірдім. Осы алдағы жас буындарға тәрбиеші мамандығын таңдағысы келетін, немесе армандап жүрген, қалап жүрген жастарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Енді жас мамандарға қазіргі кезде жастар бізден де жоғары ғой, мүмкіншілік көп. Оларға айтарым, төзімділік керек ең бірінші. Осы мамандық есін қалып алғаннан кейін жаңағы балалармен тығыз жұмыс жасай білгіріп, бұл жерде тек қана баламен ғана жұмыс жасамай, онда тәрбиеші болу өте қиын, әлі қызықты жұмыс қой. Сондықтан да оларға тек баланы тәрбиелемейді, ата-анасын да тәрбиелейді. Сондықтан да мысалы 25 бала болса, олар 50 ата-ананы бірге, 75 адамды бірге тәрбиелеп шығады деп ойлаймын. Енді бұл тәрбиешінің ғана жұмыс емес, балабақша, ата-ана және бала үшеуінің үш бірліктің арқасындағы жұмыстың нәтижесі болып шығады. Өте дұрыс айтасыз. Естіп отырмын, осы тәрбиешілік негізі ең бірінші балаға білім беретін, бағыт бағдар беретін негізгі жауапты мамандық қой. Осы жолға келерде сізге бір үлкендер немесе өзіңіздің арман қалауыңыз болды ма? Бұл жолға жалпы қалай келдіңіз, бұл мамандықты не себептен таңдадыңыз?
негізі үлкендердің ықпалымен деп айтуға, ол кезде оқуға түсу өте қиын ғой, мұндай грант иесі деп ол кезде кәдімгідей ауызекі сөйлеумен және диктант жазу. Сонда жаңағы өзімнің қалаған мамандығым негізі медицинаны қалаған, медициналық колледжге барғым келген. Сонда ол әлі кеңес дәуірінің құламаған кезде ең алдыңғы кездері болады. Сол кезде ағам айтты, сен ауылдан келген баласың. Ол өзі ағам Украинада оқығанда, орысша істемейін алған ол. Сосын айтты, көркем саған медицина, тем более орысша білмейсің. Сондықтан да сен қазақ несі өлім ашылып жатыр, мектепке дейін бөлгенімде, соған бар деді. Сосын жарайды, сол кісілердің ол кезде үлкендерге қарсы келу жоқ қой. Сол колледжге, училищеге сөйтіп түсіп кеткенде. Ата-ананың ықпалы арқылы дейсіз. Иә, ата-ананың ықпалының, бауырларының ықпалының арқасында. Көркем Ғапбасқызы, енді қазір Қазақстан көркейіп келе жатыр, дамыған, жаңа технологиялар, жаңа заман деген сияқты. Қалай ойлайсыз, қазіргі тәрбиешілерге жұмыс жасау оңай ма, әлде сіздің кезіңіздегі тәрбиешілерге жұмыс жасау оңай болды ма? Енді жұмыс жасау екі де бірдей сияқты. Себебі қазіргіде көбірек екі жерде де жауапкершілік бірдей, бірақ қазіргі заманда технология көп дамыған, өзіңіз айтып отырғандай. Мысалы, ғаламтордан түрлі бағдарламаларды, түрлі технологияларды алып пайдалануға. Ал біз ол кезде көбінесе қолмен жасалатын. Барлық дүниенің бәрі, мысалы, тапшы болатын. Қағазға дейін тапшы болатын. Мысалы, желімнің өзі ол кезде сұйық, бояулардың өзі қолмен, мысалы, түрлі түсті қағаздардың өзі өте тапшы болатын. Сондықтан да біз мысалы жұмыс жасағанда әр балаға жеке жұмыс, математикалық, мысалы, үйлестірмелі құралдар болса, сол балаға, мысалы, 3 саны болса, 3 үйлестірмелі құрал тәрбиеші өзіне үлкен көрнекілік ретінде біреу жасайды да, және жаңа 3 бала, қанша топта қанша бала бар, сонша балаға сол 3 санын өтіп жатса, мысалы, сол 3 санға 3 зат жаңағы үйлестірмелі құралы түгел болу керек. Сондықтан да қазіргі педагогтарға, тәрбиешілерге жұмыс жасау өте тиімдірек сияқты менің ойымша. Мүмкіндік көп, білімді қайдан алам, қайдан ойламайды, көп басты қатырмайды. Мысалы, ғаламторға қарайды, түрлі бағдарламаларды көреді, және ғаламторды ашып қаншама берілетін бағдарламалар, әдіс тәсілдер, көрнекіліктер, солардан жүктеп алып, және сонымен қатар қазіргі жей бағдарламасы арқылы түрлі жасанды интеллект арқылы жасалған жұмыстар өте көп. Ол кезде бәрін қолмен, қай дүние болса да қолмен жасап, тігіп, шынайы кәдімгідей баланың ол кезінде бір жақсы жақтары бар сияқты, себебі ол кезде көбінесе балаға сөзі қорын мол болу, баланың өзінің жұмыс жасауына мүмкіндік беретінбіз. Қазір кезде керісінше балалар жаңағы негеде интернетке, бағдарламаға тәуелді болып қалған сияқты. Қазір балалардың өзі барлығын жақсы біледі. Олардан таң қалдыру мүмкін емес. Ал ол кезде бір таң қалдырып, балалардың бір ойын жүйелеп, бағыт-бағдар беріп, қызықтырып, солай еді ғой. Ал қазір балалар таң қалдыру, оны қызықтыру, ол бала өзі біліп, үйреніп, ата-анасы үйретіп olsa, ол қызықтыруда мүмкін емес. Екі жақтың да қиыншылығы бірдей. Қиыншылығы мен қызықты сәттері бірдей сияқты, салыстырмалы түрде қарасам. Енді менің өзімнің ойым, білмеймін, одан да білімді жоғары тәрбиешілер болса, өзі ізденімпаз, қалай айтсам аттаған, білімді, тиянақты тәрбиешілер болса, ол одан да таң қалдырудан жалықпас деп ойлаймын. Көркем Ғапбасқызы, біз жалпы үйде жүрген кезінде бір баланы қараудың өзі, оған бір сабақ үйрету болсын, жұмыс жасау болсын, қиын да. Сіздерде қалдарыңызда 20-25 бала тұрады, онымен қалай жұмыс жасайсыздар? Қиын емес пе сіздерге 25 баламен қатарынан жұмыс жасау? Әрине, қиыншылығы да бар, қызықшылығы да бар балалардың. Тәтті балаларды көргенде әр үйдің бір еркесі ғой олар.
солардың тілін таба білу тәрбиешінің шеберлігі деп ойлаймын. Онымен жұмыс жасау, оны тек қана баламен ғана жұмыс жасамай, және де ата-анасымен де жұмыс жасау керек қой. Осындай жақсы жақтарын баланы қызықтыра білу керек. Бала өзі бір ойын ойнаса, әр кетсе бір 5-10 минут қана ойнайды, 5 минут. Содан кейін балалар таңғалдыру өте қиын. Сондықтан да әрқашан жұмысты ойындарын өзгертіп, балалардың өзін жақсы көретін ойындарын, бір бала мақтаған жақсы көреді, бір бала еркелеткен жақсы көреді, сол баланың мінез құлығын игеріп алу керек. Сонда жаңағы жасалатын жұмысымыз рет-ретімен орындалады деп ойлаймын. Өте керемет. Біз өзіміз үйде отырған кезінде бір баламен қиналып отырамыз, сіздерге қарап тамсанамыз тіпті. Көркем Ғапбасқызы, бүгінгі біз бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге, арнайы уақыт бөліп, өз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы жұмысыңызға табыс тілейміз. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.